Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ядролық жарылысқа жоқ дейміз. Сабақтың мақсаты музыкалық көркемдеуіш құралдардың көмегімен әуеннің жанрын, көркемдік образдарын анықтау және салыстыру. Бүгінгі сабақта білетінің Невада-Семей қозғалысы, ядролық жарылыс адамзатқа әкелетін қатер туралы ой толғайсың. Заманай әнін тыңдап, мазмұнына көңіл бөліп талдайсың. Ядролық жарылысқа жоқ дейміз әнін үйренесің. Анықтамамен таныс. Полигон, қару-жарақ пен әскери техникаға сынақ жүргізуге арналған арнайы бөлінген және жабдықталған аймақ. Радиация, ядролық жарылыс кезінде тарайтын радиоактивті сәулелер. Қанша жылдар өтсе де, ядролық жарылыс мәселесі, оның салдары, зардап шеккен сансыз адамдар, олардың тағдыры мен денсаулығы халқымызды толғандырады. Еліміздің болашағы бақытты болсын, мұндай қатерлі жағдай кездеспесін деп қаншама әрекеттер жасалып жатыр. Біздің Қазақстанымызды ядролық қарусыз аймақ деп 1991 жылы 28 тамызда декларация қабылданған туралы бейнежазбадан көр. Еліміз алға қойған мақсатына жетті. Семей полигоны жабылып, атом қаруынан бас тарту әрекетін жалғастырды. Әлемдегі тұңғыш ядролық қаруды 1945 жылы Америка Құрама Штаттары сынақтан өткізді. Артынша ақшқа қарсы тұру үшін Кеңес одағында ядролық қару жасауға кірісіп кетті. Атомдық сынақтарға бөлген 18 миллион гектар жерге бұрынғы Семей облысы, Павлодар және Қарағанды өңірінің жерлері кірді. Алғашқы ядролық қару 1949 жылдың 29 тамызында Семей полигонында сынақтан өтті. Куәгерлердің айтуынша жарылыс темір жолды қиратып, вагондар мен машиналар 50-80 метр қашықтыққа ұшып кеткен. Тұрғын үйлердің ешбірі сау қалмаған. Соққының күшін сынау үшін қойылған танкілер мұнараға соғылып, зеңбіректер майысқан металға айналған. Осылайша сынақтан өткізілген бомба жойқындығы бойынша америкалық бомбадан әлдеқайда асып түсті. 1951 жылы уран бомбасы, 1953 жылы әлемде тұңғыш рет қуаттылығы 50 килотонна болатын сутегі бомбасы да дәл осы Семей жерінде жарылды. Сынақ жүргізілген жерлерде радиация деңгейі 448 Б-ге дейін жеткен. Ядролық зарядтардың қосынды қуаты бүкіл әлемді шулатқан Хиросимаға тасталған бомбадан 2,5 мың есе артық еді. Жалпы полигондағы сынақ 40 жылға созылып, қазақ жерінде 456 ядролық жарылыс жасалды. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев полигон жайлы былай дейді. Қазақстан аумағында іс жүзінде 40 жыл бойы жүргізілген үздіксіз ядролық қару сынағы жерімізге және ұлтымыздың денсаулығына алапат зиянын тигізді. Әлі бірнеше қазақстандық ұрпақ өз денсаулығынан сол қатерлі сынақтардың салдарын сезінетін болады. Әлемдегі басқа бірде-бір ел Қазақстан мен қазақстандықтар сияқты ядролық сынақтан зардап шекпеген шығарсыз. Расымен, бұл сынақтар біздің елге ұшан теңіз зардабын тигізбей қоймады. Жергілікті халық белгісіз ауруларға ұшырап, азаппен қайтыс бола бастады. Радиацияның кесірінен дүниеге келген сәбилер генетикалық мутацияға ұшырады. Әрбір 1000 баланың 48-і кемтар болып туса, 100-і тумай жатып шетінеді. Обырмен ауруғандардың да қатары өсті.
жылдар бойы қазаққа қайға келген полигонның жабылуын халық аңсады, тіледі. 1991 жылы КСРО басшылығының келісімінсіз полигонды жабу мәселесі талқыланып, парламент сессиясында Нұрсұлтан Назарбаев жауапкершілікті өз мойнына алатынын айтты. Осылайша тәуелсіздік ала сала 1991 жылдың 29 тамызында Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Семей полигоны жабылды. Әлем тарихында тұңғыш рет мемлекет өз еркімен ядролық қарудан бас тартты. Бұл жұмыс оңай болған жоқ. Өйткені біраз державалар Қазақстанда ядролық қарудан бас тартпауға үгіттеп, тәуелсіздікке. Балалар, дүниетану сабағынан экологиялық мәселелердің бірі қоршаған ортамыздың тазалығын сақтау екендігі туралы білдіңдер. Өз бетіңше сабақ тақырыбына қатысты ақпараттар ізде. Мына сұрақтарға жауап бер. Семей полигонының жабылуы экология мәселесін шешті ме? Невада Семей қозғалысы қай жылы өз жұмысын бастады? Неге Невада Семей қозғалысы деп аталады? Бұл қозғалысты басқарған кім? Семей полигонын жабу туралы жарлық кімнің басшылығымен шықты? Музыка тыңда және талда. Заманай әнін тыңда. Бұл әнді тұңғыш орындаушы елімізге танымал эстрада әншісі Роза Рымбаева. Әншінің туып өскен жері Семей өңірі. Әннің мазмұнына және орындауына көңіл бөл. Қандай мәселе туралы жазылған? Бұл ән қандай көңіл күйде орындалады? Көргөздердің дұрыс деген сөздерді белгілеп, түсінігіңді айтып бер. кеткен қорығы, қыздарымның қайда кеткен бұрымы, мейірімге зарықтырған заман-ай, 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 туған жердің лайланды тұнығы. Жарылыстан көз ашпаған даламай, қираттықта ата баба мазарын, қасиеттің тарттық енді азабын, қоң етіңді ойып берген заман-ай, заман-ай, көсілетін көрген қайда қазағым.
ән орындау. Ядролық жарылысқа жоқ дейміз. Әннің мазмұнына көңіл бөл. Әнде не туралы айтылады? Қоршаған ортамызды қорғау үшін қандай талаптар қойылып отыр? Бірінші шумақпен қайырмасын ән орындау талаптары бойынша үйреніп орында. Ядролық жарылысқа жоқ дейміз, полигонда туратылған оқ дейміз. Дархан дала Семей жерін таңдаған, уланбаған жер су адам қалмаған. Жер бетіне бейбітшілік орнасын, ядролық жарылыстар болмасын. Ядролық жарылысқа жоқ дейміз, ядролық жарылысқа жоқ дейміз. Зертте, ақпарат ізде. Ядролық жарылысқа жоқ дейміз атты тақырыпта зерттеу жүргіз. Ғаламтор желісінен, кітапхана және тағы басқа дерек көздерден мына тапсырмалар бойынша ақпарат ізде. Өзіңнің жасап жатқан жұмыстарың туралы қысқаша мәлімет бер. Ядролық жарылыстың зияны туралы мәлімет жина, сол саладағы атақты адамдар туралы. Табиғатты қорғау үшін осы бағытта қандай жұмыстар атқару керектігі туралы мәліметтер жинақта. Сабақтан алған әсеріңмен бөліс, өзіңді бағала. Сабақта берілген тапсырмаларды қалай орындадым? Орындағанда қандай қиындықтарға тап болдым? Өз дайындығымды қалай жақсартар едім?